қазір енді мына спорт жері туралы айтып жатқан себебіміз қазір кім Әсет Отырғасын сұрап алайық. Қазір мысалы көп әңгімелер болып жатыр, мысалы Ваша Тархиншвили кетті дейді, біреу айтады жоқ ол қалды дейді. Марат Хайруллин кетіп қалды деп ресми ақпарат шықты, бірақ кеше алаң жиегінде тұр. Сол мәселенің басын ашып айтып жіберсең. Негізінде Важа келген кезде Важа кетіп қалды деп біз информация шықты. Мен ол кездері білмеймін. Ресми шыққан жоқ ол. Үйіне кетіп қалды, не істеп қалды дегенде, жұмысқа келген жоқ ол. Іште конфликт не болған жоқ. Мен ойлаймын, оның рабочий визасы дайын болып жатқан жоқ әлі. Дайын болып, ол определенно уақыт керек. Оны алып келу үшін, мысалы футболистерді біз ар жақтан өткізе береміз да, жаңа сборда өткізе береміз, бірақ сол уақытта рабочий визасы дайын болады. Олармен оңай жұмыс жасау. Және де қазір бірнеше игроктарды дайындалады, шетелден алып келетін же, дайындалады. Рабочий визасы, оған определенный уақыт кетеді. Тездеткеннің өзінде ол бір ай сондай уақыт кетеді. Сол уақыт дайын болғанша біз кімді шығардық? Марат Хайруллинді. Бірақ біз оны сол уақытта алып тастап, жаңа рабочий виза дайын болғанша, жаңағы спорт дирінің орны бос тұрса, бізге штраф келеді. Ол орын бос болмау керек. Бір азамат отыру керек деген сияқты. Келісім болды. Мына адам не істегеннен кейін, ол адам отырады деген келісім болды. Сондықтан да ол Важаның үлкен айқайға шығаратын, ол мынандай болады, ертең осындай болады деген ондай үлкен айқай болған жоқ. Ол, мен ойлаймын, үйіне барып демалуға кетті. Осылай. Ертең уақыт келсе, ол қайтып келеді. Ол сондай мәселе. Трансферлік терезенің ашылуына жақын қалды ғой, уже қанша қалды қазір? 10-15-терінде ашылса. Сосын ол 2 аптадай уақыт қалды ғой. Молдавиялық азамат қой. Грузия болса, ол біздің елімізде 90 күн жүре алады еді. Шамал молдавиялықтарға шамал бөлек, ол бір айдан барып келу керек. Визовый режим барып келу керек деген сияқты. Сондай мәселе. Ол дайын болған. Ешқайда кеткен жоқ бұлар. Ешқайда кеткен жоқ. Бір жерге кетсе біз ресми түрде шығарамыз ғой.